Баршаңызға сәлем. Мың бір кеңес каналында қарбыздың пайдасы туралы білетін боламыз. Барлық адам сүйсіне жеп, жаз шыға салысымен сатып алуға асығатын қарбыздың 92% судан тұрады. Оның адам организмін тазалауда пайдасы орасан зор. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше, ең жоғарғы деңгейдегі дәрумендердің барлығы қарбызда екен. Әдетте мұндай жағдай тек қызыл көкөністерде, жеміс-жидектерде кездеседі. Сонымен қатар қарбызда ликопин компоненті бар. Оның жүрекке, сүйекке пайдасы өте зор. Қарбыз шырынының қасиеттері мен қанықтығы оны көптеген ауруларға ем болатын дәмді халықтық дәрі-дәрмек етті. Мысалы, ол артрит, құяң, қант диабеті сынды ауруларды емдеуде үлкен көмек бола алады. Қан қысымы жоғары адамдарға және цистит, простатит сынды аурулардан зардап шегетін адамдарға қарбыз шырынын ішу жиі ұсынылады. Қарбыздың дәнінде де құнар бар, өйткені ол нәрлі заттармен байытылған, ішінде минералды тұз, темір және магний бар. Қарбыздың отаны Африка, дәлірек айтқанда оңтүстік Африка саналады. Онда бүгінгі күнге дейін бұл өсімдіктің жабайы түрлері ұшырасады. Қарбыздар дәл осы мекеннен әлемнің түкпір-түкпіріне таралған. Ежелгі Египетте де қарбыздар кең танылған. Ал Европада 11 ғасырлардан бері белгілі болса, Ресейде 17 ғасырдың ортасында ғана өсіріле бастады. Өсімдіктің Қытайдағы мәртебесі өте жоғары. Батыс қарбызы деген атау бергеніне қарағанда, қытайлықтар оны европалықтардан әкелген. Күні бүгінге дейін қытайлықтар қыркүйек айында қарбыз мерекесін жоғары дәрежеде атап өтеді. Калориясыз тәтті қарбыздың ағзаға тигізер пайдасы көп. Диетологтар қарбызды құнды диеталық тағам ретінде ұсынады, алайда күніне 2-3 килограммнан артық қолдануға болмайды. Қарбыздың емдік қасиеті туралы ең алғаш арабтар анықтаған. Олар тамақтың алдында қарбыз жеген адамның ағзасы толығымен тазарады деп сенген. Медицина мамандары да қарбыздың аурудан айықтыратын қасиеті бар екенін дәлелдеген. Халықтық медицинасында қарбызды шемен мен сарауруға қарсы қолданады. Қарбыздың дәндері, қабығы мен шырынды бөлігі дәрілік мақсатта қолданылады. Шырыны жаздың күні шөл басу үшін де пайдаланылады. Тәтті бөлігі мен шырыны есеп жүргізуге көмектеседі. Ертеде халықтық медицинада қарбыздың дәндерін қан тоқтату үшін де қолданған. Қарбыз бүйрек және бауыр ауруларына, тас, тұз жиналған іш құрылыс мүшелеріне шипа болады. Қарбыз темірге бай. Қан аздық, яғни анемия кезінде де пайдасы көп. Теміздікпен күресетіндерге арналған қарбыз диетасы нәтижелі болатыны дәлелденген. Безгек ауруына шалдыққандар қарбызды сусын ретінде қолданса болады. Тіпті қарбыз көздің көру қабілеті мен мидың белсенділігін арттырып, ультракүлгін сәулелерден қорғай алады. Оның құрамындағы С және А дәрумендерінің адам ағзасына пайдасы мол. Қарбыздың қабығы мен бас ауруын лезде жазып алуға, дәнін қайнатып, сусын ретінде қолдануға да болады. Осыншама пайдасына қарамастан қарбыздың зиянды тұстары да жоқ емес. Қарбыз науқанымен қатар адамдардың улануы да жиілейді. Оған қарбыздың химиялық қоспалардың көмегімен жылдам пісуі, жемістің көктей жылынуы себеп болады. Қарбыздың пісіп-піспегенін тексеру үшін сауда орындарында белгі салдырып кескен соң, қарбызды 1 сағаттың ішінде жеу керек, әйтпесе тағамдық құндылығы жойылып кетеді. Көп адамдар қарбыз дәнінің көп болмағанын дұрыс деп ойлайды, алайда бұл қате тұжырым. Қарбыздың дәндерінің көп болуы оның табиғи ортада өсірілгенін аңғартады, және қарбыздың дәндері ақ емес, қара қоңыр түсті жетілген болуы керек. Қып-қызыл, тым тәтті қарбыздар да денсаулыққа зиян. Табиғи жолмен өсірілген қарбыздар әсіресе қызыл болмауы керек. Күннің ыстығында ұзақ тұрып қалған қарбыз да адам ағзасына зиян келтіріп, түрлі ауруларға себепші болады. Сондықтан қарбыз таңдауда аса сақтық танытқан жөн.
Қарбыз жаз бен күз мезгілінде әр отбасының дастарханынан табылатын дәмді жеміс. Оны ересектер де балалар да ерекше жақсы көреді. Әр тілімін ауызға апарған сайын бұл ірі жемістің құрамында қаншама пайдалы қасиеттер бар екенін біле бермейді. Қарбыз шырыны, жұмсағы, қабығы мен дәні халық медицинасы мен косметологияда кеңінен пайдаланылады. Қарбызды тағам ретінде де тұтынуға болады. Одан шырын, шәрбат және бал жасауға болады. Және бұл тағамдарда көптеген дәрумендер мен микроэлементтер сақталады. Қарбыз шырыны бүйрегінде тасы бар адамдарға пайдалы әрі зиян. Бір жағынан сол тастарды шығаруға көмектессе, екінші жағынан үлкен тастарды орнынан қозғалтуы да мүмкін. Бүгінгі пайдалы ақпаратым кәдеңізге жарасын.